Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін Ардақ. Мен бүгін сіздерге наурыз көже жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және менімен бірге болыңыздар. Наурыз көже жасау үшін алдын ала бүкіл 7 түрлі тағамдарымызды жуып тазалап аламыз. Одан кейін ең әуелі мен сүрленген жылқының етін әдемілеп қайнатып пісіріп алдым. Одан кейін күрішті мен қайнатпаймын. Бұл жерде күрішті қайнатпайсыздар, өйткені күрішті қазір сорпамен бірге қайнататын боламыз. Қалған барлық 7 түрлі тағамдарымызды бөлек-бөлек осылай пісіріп аламыз. Бұл жерде мен консервідегі жүгеріні қостым суымен, өйткені ол күшті дәм береді. Өзіме ұнайды. Қаласаңыздар қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Ол өз еркілеріңізде. Ал мінекей бағанағы етіміз қайнаған сорпа, соның үстіне біз күрішімізді саламыз. Күрішімізді салып, араластырып, күрішімізді бір қайнатып аламыз. Қатты пісіріп жүрмейміз, шамалы ғана бір қайнатып алсақ болды. Өйткені оның үстіне тағы да 7 түрлі тағамдарымызды салып қайнататын боламыз. Мінекей достар, біздің күрішімізді бір қайнатып алдық. Жақсылап араластырып, енді осының үстіне біз қазір 7 түрлі тағамдарымызды бірінен соң бірін салатын боламыз. Достар, бұл жерде өз қалауларыңыз бойынша үйлеріңізде қандай 7 түрлі тағам бар, соны салсаңыздар болады. Мейіз салсаңыздар да болады, өрік салсаңыздар да болады. Әркім өз қалаулары, кейбір адамдар лапша қосып жатады, қолдан кесіп, оны да салсаңыздар болады. Енді ол өз еркілеріңізде. Барлығын осылай саламыз, бірінің үстіне бірін. Мен соңында айтпақшылай достар, сөк қостым. Сөктің иісі әдемі болса, біздің наурыз көжемізге күшті дәм береді. Соңында сүрленген етімізді салып, барлығын жақсылап араластырып, бір қайнатып пісіріп аламыз. Біздің наурыз көжеміз дайын болды. Менде суы тартылып қалғаннан кейін қайнаған су құйдым шамалы ғана. Барлығын тағы да бір араластырып, тұзын өз татымдарыңызға қарай саласыздар. Содан кейін барып біз қазанымыздың астын міндетті түрде өшіреміз отты. Содан кейін барып ағарғанымызды құямыз. Осымен міне достар, біздің 7-8 түрлі тағамнан жасалған наурыз көжеміз дайын болды. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді, керемет болып шығады. 7 түрлі тағамның дәмі біздің наурыз көжемізге ерекше дәм береді. Ал менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін мың рахмет, алғысым шексіз. Ал достар, ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын, берекелі болсын. Сіздермен бірге болған Ардақ. Сау болыңыздар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар.